Асхат пен Икси танысу. Бұл Асхат. Ол 8-де, 2-ші сыныпта оқиды. Ол Астанада тұрады. Оның ата-анасы, қарындасы бар. Асхат жақсы бала. Бүгін демалыс. Асхат мектепке бармайды. Ол ерте тұрды. Жуынды, таңғы ас ішті. Кейінді далаға шықты. Аулада ешкім жоқ. Асхат жалғыз ойнады. Бір кезде ол кішкентай қорапты көрді. Ол қорапты ашты. Қораптың ішінен сүйкімді робот шықты. Асхат шошып кетті. Ол роботқа сәлем деді. Робот та оған қазақша «Сәлем адам» деді. «Сенің атың кім?» деді Асхат. «Мен робот Иксимін, сен кімсің?» деді робот. «Менің атым Асхат, сен қайдан келдің?» «Білмеймін» деді Икси. «Жүр, біздің үйге барайық» деді Асхат. Олар Асхаттың үйіне келді. «Не?» деді Икси. «Бұл үй, біз осында тұрамыз» деді Асхат. «Сендер де үлкен қорапта тұрасыңдар ма?» деді Икси. Осы кезде есік ашылды. Екеуі шошып кетті. «Досым, сен әңгімені түсіндің бе? Олай болса, бірнеше сұрақтарға жауап берші». «Баланың аты кім?» «Оның жасы нешеде?» «Ол қайда тұрады?» «Асхат қандай бала?» «Ол бүгін неге мектепке бармады?» «Ол таңертең не істеді?» «Асхат неге аулада жалғыз ойнады?» «Ол не көрді?» «Қораптың ішінен не шықты?» Асхат роботқа не деді? Робот оған не деді? Роботтың аты кім? Робот қайдан келді? Екеуі қайда келді? Робот не деп сұрады? Екеуі неге шошып кетті? Жарайсың, досым. Сен әңгімені өте жақсы түсініпсің. Қалай ойлайсың? Жалғасы қалай болады? Енді келесі тапсырманы жұмыс дәптеріне орындап көр. Көріскенше, сені алда талай қызық күтіп тұр.